Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге ардақ. Бүгін сіздерге көңіл экранымды ашып, ой дәптерімдегі жазбаммен бөліспекшімін. Қысқада нұсқа болады, сондықтан соңына дейін тыңдап, өз бағаңызды беріп, пікір қалдыра кетіңіз. Бірнеше жыл бұрын Таугүл мешітінде бір кездесуге көрермен болып барған едім. Сол бірнеше сағаттық кездесуде өмірлік азық болар керемет ой түйіп қайттым. Соны сіздермен бөліспекшімін. Тақырыбы кешегі сыр сұхбаттан түйгенім. Үйлену бұл адам өміріне берілген сынақ. Үйлену бұл пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, сүннет. Үйлену бұл адамның кәміл дәрежеге жетуінің алғы шарттарының бірі. Үйлену Алланың адамзатқа берген үлкен сыйы. Бұларды тарқатып айтсақ жеке-жеке бір тақырып болар. Бір жазбамызға сидыра алмаспыз. Қысқаша айтқанда, біз бұл өмірге сынақ үшін келсек, өмірде қуанышта, сынақта қатар болатыны сияқты, үйлену тағы бір өмірге қадам басу екен. Әрбір үйленуге ниетті адамның ішінде болашақ жарына қояр талаптары таудай шығар. Иманды болса, бай болса, көрікті болса, тағысын тағы айтсақ кете береді. Намазхан екен жақсы адам деп көз соқырлықпен сыртынан тон пішіп үйленіп, сосын ойымдағыдай болмады, намазхандар жаман екен деп отбасын ойрандап, бір адам үшін бүкіл намазхандардың күнәсін арқалап жүрген қаншама жандарды көрдік. Сіз біліңіз алтыным, иманның көрсеткіші 5 парыз емес екенін. Бұл амалдарды 200 адамдар да жасай алады. Сіздің көкейде онда иманды адам қандай адам деген сұрақ туындауы мүмкін. Иманның көрсеткіші Алладан шынайы қорқу болып табылады. Алладан шынайы қорыққан жан бұл өмірдің сынақ екенін, өзіне ненің аманат екенін, ненің парыз екенін, ненің Аллаға ұнамды іс екенін жақсы біледі. 5 парыз да, сабырлы мінез де, құрмет де, жалпы ізгі амалдар Алладан шынайы қорыққан жаннан табылады. Құрметті сіңілім, қыз құлақпен сүйеді деген сөз бар ғой. Жақсы сөз жан азығы, бірақ жар таңдауда сылдыр сөзге алданып, опық жеп қалмаңыз. Егер жақсы сөз айта алатын адамның бәрі иманды, ақылды болса, онда грек ғалымдарының бәрі ислам дінін қабылдар еді. Жалпы қаншама жастар ойлайды, менің қазіргі өмірім жаман. Егер мен жақсы адаммен отбасын құрсам, менде бәрі күшті болады деп. Бұл дұрыс емес. Сәтті үйлену немесе жақсы адаммен отбасын құру, бұл сіздің бұзылған өміріңізді өзгертпейді. Басқаша айтқанда, сізді сәтті неке ешқашан құтқармайды. Керісінше, сіз отбасын құрмай тұрып, өз өміріңізді ретке келтірген болсаңыз, сіздің жарқын өміріңіз сәтті үйленуге, сәтті некеге жол ашады. Адам бойдақ кезінде де бақыттың алтын ережелерін білуі шарт. Менің ойымша, бақыттың қонар ұясы ол қанағат. Ал екі дүниеде де жарқын өмір сүрудің күшті қаруы ол дұға. Дұға жайлы айтсам, ол бір үлкен тақырып. Сөз басында иманның көрсеткіші Алладан шынайы қорқу болып табылады дедік. Алладан қорқу үшін адамда 3 күш болуы шарт. Иман күші, тәрбие күші, сананың күші. Біз иман туралы біраз сөз қозғадық. Ендігі тәрбие күші, сананың күші, бұлар да өте маңызды. Сіздің пікіріңіз қандай? Тәрбие мен сананың күші туралы өз ойыңызды қалдырыңыз.